Бәріңізге сәлем бердім. Сіздермен бірге Ғайша Нұрбекқызы. Астарыңыз дәмді болсын. Мен бүгін сіздерге миксерсіз ешқандай таразысыз жасалатын пирогтың рецептін ұсынамын. Қазақ тілді каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, подписка жасап кетіңіз. Ең алдымен 2 жұмыртқаға 1 кесе қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Көпіруі керек, оның үстіне 1 кесе айранымызды салып араластырамыз. 1 кесе ұн және 1 шай қасық қопсытқыш салып, тағы да 2 кесе ұнымызды салып, 1 келгі болғанша іртіге кеткенше араластырамыз. Ең соңында ерітілген жарты кесе майымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Немесе жарты кесе өсімдік майын қоссаңыздар да болады. Осындай үлпілдек масса шығуы қажет. Қатты сұйық болмау керек, консистенциясы тура осындай болуы қажет. Менің формамның диаметрі 23 см. Сіздер кез келген формада, өздеріңіз қалаған формада пісірсеңіздер болады. Бетін осылай тегістеп аламыз және осындай шпажканың көмегімен 1 келге етіп айландырып шығамыз. Осылай ұрғылаймыз. 150-160 градуста 40-45 минут пісіреміз. 180 градуста пісіруге болмайды. Пирогымыз асықпай жайлап 150 немесе 160 градуста пісуі қажет. Пирог соңындай нәзік, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер.